Жетінші сабақ жаңа логикалық амалдарға берілген есептер. А логикалық амалы және В логикалық амалы берілген, яғни осы амалдарды орындап отырып, мына төмендегі ұйғарымдардың қайсысы дұрыс деп айтқан екен. Енді қарап отырсаңыздар, мына біріншісінен бастап біз тексеруіміз керек. Яғни бірінші өрнектің мәні бірге тең болу керек. Ол үшін мына сандарды мына логикалық амалға апарып орнына қойып шығамыз. Енді байқасаңыздар, А айнымалысы 5-ке тең, В айнымалысы 1-ге тең. Осы А-ның және В-ның орнына 5 пен 1-ді апарып қоямыз. Яғни бірден тең деп есептей берсек болатын шығар. Жақша А дегеніміз яғни 5 деп айттық. 5 азайтылған 3 көбейтілген В-ның орнына 1-ді қоямыз. Сөйтіп осы шыққан шығындыны 2-ге бөлуіміз керек. Енді есептеп көрейік. 3 жердегі біріміз 3, 5-тен 3-ті азайтамын 2, яғни 2-ні 2-ге бөлетін болсаңыздар 1 шығады. Яғни қайсысы дұрыс деп айтты? Бірінші ұйғарым бізде дұрыс болып тұр. Және Д деп жазып қояйық. Келесі тағы да орындаңыздар деп тұр екен. Яғни 5-те 1 логикалық амалы менен 1-де 5 логикалық амалы тең деп айтқан екен мына жерде. 5-те 1 логикалық амалының жауабы 1-ге тең болды. Енді 1-де 5 логикалық амалын қойып көрейік. Яғни жақша тең жақша А-ның орнына бұл жолы 1-ді қоямыз. 1 азайтылған 3 көбейтілген 5. 3 көбейтілген 5 бөлінген 2 тең. 3 жердегі 5-іңіз 15, 1-ден 15 алатын болсаңыз минус 14. Ал минус 14-ті бөлеміз 2-ке дейтін болсаңыздар, онда минус 7 шығады. Демек, мына жақта 1 шықты, мына жақта минус 7 шықты. Ондай болатын болса, мына ұйғарым бізде қате ұйғарым болып саналады, яғни қате деп жазып қойсақ болады екен. Келесі, үшінші логикалық амалға келеміз. Мына логикалық амалдың бізде мәнін тауып қойғанбыз, яғни бұл 1 шыққан еді. Енді мына логикалық амалды тауып аламыз да, осы екеуінен біріктіріп тағы да біреу анықтаймыз. Бірінші 8 бен 2 болғандағысын анықтайық. 8 және 2 болғанда біз есептейміз. 8-ден азайтамыз 3 көбейтілген 2-ні және бөлеміз 2-ге. Тең қанша шығады екен көрейік. 3 жердегі 2-міз 6, 8-ден 6-ны аламыз. 2 қалады, 2-ні 2-ге бөлеміз, 1 шығады. Яғни мынаның мәні 1-ге тең болды. Ал мынаның да мәні жаңа 1 болған еді. Яғни мына логикалық амалдың мәні 1. Ол мына жерде көрсетіліп тұр. Мынаның мәні қазір шықты 1. Енді логикалық амал қайтадан ортада қойылып тұр. Демек, А-ның орнына 1-ді қоямыз, В-ның орнына қайтадан 1-ді қойып тағы бір есептейміз. Сонда А-ның орнына 1-ді қоятын болсаңыздар, 1 азайтылған 3 көбейтілген 1 бөлу 2 тең есептейік. 3 жердегі біріміз 3, 1-ден 3-ті алатын болсақ минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлетін болсаңыздар, минус 1 шығады. Енді бізде айтылған еді, мына логикалық амалды қатарынан 3 рет орындайсыз, яғни бірінші рет, екінші рет, мына ортадағысымен 3 рет орындағанда 1 шығу керек деп айтты, ал бізде минус 1 шықты. Демек, бұл да қате ұйғарым деген сөз. Төртіншісіне кетеміз. Төртіншісінде 10-да 2 логикалық амалын бірінші есептеп алайық. 10-да 2, яғни 10 азайтылған 3 көбейтілген 2 бөлінген 2 тең. Осыны анықтап көрейік. 3 жердегі 2-іңіз 6, 10-нан 6-ны аламыз 4, 4-ті 2-ге бөлетін болсаңыздар 2 шығады. Яғни біріншісі 2 шығады екен. Екіншісіне кеттік. 6 және 2 болған жағдайда А-ның орнына 6-ны қоямыз. Қосылған 3 көбейтілген 2 бөлу 2 тең. 6 қосылған 3 жердегі 2-іңіз тағы да 6. Екеуінің қосындысы 12 болады. 12-ні 2-ге бөлетін болсаңыздар 6 шығады. Яғни мына логикалық амалдың мәні 2 шықты, мына логикалық амалдың мәні 6 шықты. Осы екеуінің ортасында тағы да бір логикалық амал бар. Демек, біз соны есептейтін боламыз. Қайтадан бастаймыз. А-ның орнына 2 азайтылған 3 көбейту 6 бөлінген 2. Тоқтайтыңыздар, 3 көбейтілген 6 дұрыс екен. Тең. 3 жердегі 6-мыз 18. 18-ден 2-ні азайтамыз, яғни 2 азайтылған 18 минус 16. Минус 16-ны 2-ге бөлетін болсаңыздар, минус 8 шығады. Ал бұл жерде 1 шығады деп айтылған еді. Демек, бұл есепте қате ұйғарым болды. Сонымен мына тұжырымдардың ішінде тек қана біріншісі ғана дұрыс ұйғарым болып шықты.
екінші есепке кеттік. Жаңа логикалық амалдар тағы да берілген, яғни бұл жердегі логикалық амалымыз мынандай қара төртбұрышпен берілген екен. Ал бізге 7 және логикалық амал 18-дің мәнін табыңыз деп айтыпты. Яғни 7 логикалық амал 18 тең болады 3 көбейтілген, жақшаны ашамыз, мұндағы е әріпі ол 7-ге сәйкес келеді екен. Яғни 4 көбейтілген 7 азайтылған f. F әріпі екінші түр, яғни ол 18-ге сәйкес келеді. Тең 3 көбейтілген, мына екеуінің көбейтіндісі 28, одан 18-ді алатын болсаңыз 28 азайтылған 18, яғни 10 қалады екен. Ал бұл екеуінің көбейтіндісі 30-ға тең. Яғни мына өрнектің, логикалық амалдың мәні жауабы 30-ға тең болды. Үшінші есеп. Тағы да жаңа логикалық амал берілген. Дәл мына амал сияқты, бірақ та логикалық амалды бұл жерде 2 рет қолданамыз. Жақшаның ішінде 1 рет қолданамыз. Шыққан мәнмен және 8 арасында тағы 1 рет қолданатын боламыз. Демек, бірінші 7 логикалық амал 6 болғандағысын тауып алайық. 7-нің т-ға сәйкес келетінін, z-тің 6-ға сәйкес келетінін біз білеміз. Т қосылған z, яғни бірақ 5 көбейтіліп тұр екен басында, яғни мына жерде 5 бар екен. 5 көбейтілген т дегеніміз, яғни 7 қосу 6 азайтылған 7 т алу z, яғни 7 азайтылған 6. Тең 7-ге 6-ны қосып аламыз, яғни 13. 13-ті 5-ке көбейтетін болсаңыздар 65 шығады. 65 азайтылған 7-тен 6-ны алатын болсаңыздар 1 қалады. Мына жақшаның іші 1-ге тең болды, яғни 65-тен 1-ді алсаңыздар 64 қалады. Енді екінші логикалық амалға тағы бір рет орындаймыз. Енді мына өрнектің іші, яғни мына логикалық амалдың іші 64-ке тең болды. Демек 64 қайтадан логикалық амал жасалды, міне логикалық амал жасалды. Ал бірақ сол жағында 8 болғанда тең. Енді қайтадан есептейміз. 5 көбейтілген т, яғни 64 қосылған 8 азайтылған жақшаның ішінде 64 азайтылған 8. Тең. Жақшаның ішін қосып аламыз, яғни қазір есептейік. 5 көбейтілген, екеуінің қосындысы 72-ні береді. Азайтылған 64-тен 8-ді алатын болсаңыздар 56-ға тең болады. 56 тең есептейміз. 72-ні 5-ке көбейтетін болсақ 350, 360 болады екен. 360 азайтылған 56. Яғни жауабы 60-тан 56-ны алсаңыз 4 қалады. Демек 304 шығады. Есептің жауабы 304-ге тең. Төртінші есеп. Жаңа логикалық амал тағы да берілген екен. Бұл жолы логикалық амалды бір-ақ рет қолданыңыздар деп тұр екен. Демек 21 логикалық амал 7 тең есептейміз. 2e. E әріпі бізде 21-ге келеді. Көбейту 21. Бөлу f дейді. F дегеніміз біздің 7-міз. Тең. Екеуін көбейтіп 7-ге бөлу керек. Екеуінің көбейтіндісі 42. Оны 7-ге бөлетін болсаңыздар 6 шығады. Демек жауабымыз 6-ға тең. Соңғы есебіміз қайтадан логикалық амал берілген, бірақ бұл жолы да 2 рет қолданыңыз деп тұр екен. Яғни бірінші жақшаның ішін кейін тағы да 1 рет қолданамыз. Яғни жақшаның іші 4 логикалық амал 11 болғанда. Өрнегіміз мынау тұр. 5 көбейтілген x дегеніміз біздің 4-ке тең. Азайтылған y дегеніміз ол 11-ге тең. Тең. 5-дегі 4-іміз 20, 20-дан 11-ді алатын болсақ 9 шығады. Демек, мына жақшаның іші 9-ға тең болды. Қайтадан логикалық амал пайда болады. 9 логикалық амал 13 деген. Яғни 9 логикалық амал и 13 тең. Қайтадан 9, 5 көбейтілген деп басайткенбіз. 5 көбейтілген x-іміз, яғни біздің қайтадан 9-ға тең. Азайтылған 13 тең. 5-дегі 9-ымыз 45, одан 13-ті азайтатын болсақ, мына жақта 2 қалады, мына жерде 3 қалады, яғни 32. Сонымен есептің жауабы 32-ге тең.